Ильяс Жансүгеров күйші поэмасына бук-трейлер орындаған 10-шы А сынып оқушысы Ерков Рамазан, мұғалімі Рыскалиева Нұргүл Жамбырбаевна. Нағыз күйші күйді жүрегімен тартады. Дина Нұрпейісова. Күйшінің қошаметке көңілі тасып, 5 бармақ маймаң қақты перне басып, полқынтып 90 күйді дүрілдетті, көңілді бірде шымшып, бірде қасып. Ильяс Жансүгеров күйші поэмасынан. Ильяс Жансүгеровтың күйші поэмасы өнер мен махаббатты, еркіндік пен құлдықты суреттейтін туынды. Хан Кене ордасына келген дарынды күйші мен хан қарындасы Қарашаштың арасындағы сезім мен күй құдіреті баяндалады. Күйшінің өнеріне тәнті болған Қарашаштың махаббаты мен екеуінің арасындағы нәзік психологиялық тартыс, трагедиялық махаббат баянымен аяқталады. Ақынның шалқар шабытынан туған поэмасы жойқын тасқындай ой ішінде ойнақ сала бастайды. Ойнақшыған жыр оқып отырып, сөзбен өрілген күй мен күйші халіне қалай түскеніңді өзің де сезбей қаласың. Жырдың андатпасы күйшінің ордада. Хан Кене алдында толқып шалқып, безілдеп күй тартқанын суреттеуден басталады. Жалпы күйші поэмасы толық поэмалық сұраққа жауап бере алатын, ширыққан уақиғасы бар, кісіні жетелеп, желпіп отыратын тіл шырайы бар керемет туынды. Қамалым хан данышпан, кенем құтым, менің де сыртым бүтін, ішім түтін. Ордадан бұдан артық тілемеймін, бер маған осы адамды басы бүтін. Егер сен қымбатты оқырман, екі кейіпкер басындағы екі түрлі сезім толқынысын білгің келсе, Ильяс Жансүгеровтың 1934 жылы жазылған күйші поэмасын оқуға ұсынамын.